Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бестің шайына арналған өте дәмді, өте жеңіл және тез дайын болатын, қолжетімді заттардан дайындалатын өте дәмді тіске басардың жасалу жолымен бөліскім келеді. Бізге бар болғаны бір кесе айран дүкеннің айраны болсын, қолдың айраны болсын, жарай береді. Бір кесе айранға 2 шай қасық қантты, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қамыр қопсқыш салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді олардың үстіне үкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Сырдың сапалы түрін алған жақсырақ, сонда тіске басарымыз өте керемет болып шығады. Енді оның үстіне аскөктер саламыз. Аскөктің қандай болуы маңызды емес, үйіңізде қандай аскөк түрі бар, сол түрін қоса беріңіздер. Енді олардың барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, енді біздің сұйық массамыз өзіне қанша көлемде ұнды тартады, сонша етіп жайлап ұн сала отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамыр өте жұмсақ, қолға жабысқақ болып шығады. Одан еш қорқудың қажеті жоқ, себебі ішінде сыры болғандықтан солай қолға жабысқақ болып шығады. Енді біз қамырды жақсылап илеп алғаннан соң, ұнның көмегі арқылы оны дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Біздің қамырдың қалыңдығы осындай болуы керек. Енді дөңгелек етіп жайылған қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді 3 бөлікке бөлінген қамырды біз ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Сол арада біз майымызды отқа қойып қыздырып алуды ұмытпайық. Енді біз бөліктерге бөлінген тіске басарымызды қызып тұрған майымызға екі бетін қызартып әдемілеп қуырып алатын боламыз. Бірден айта кетейін, бұл тіске басар тәтті болып шықпайды, өте жұмсақ әрі дәмді тіске басар болып шығады. Балалар үшін өте жақсы, желімтал, жұп-жұмсақ. Достар, егер сіздерге менің жасаған тағамым ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк баса кетіңіздер. Міндетті түрде осы тіске басарды жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады.